Ерекше арабтардың тағамы маклюбе тағамын бірге дайындап, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге етті осылай кубиктап турап алу керек, және де пиязды, сәбізді және картопты осылай дөңгелектеп етіп турап аласыздар. Барлығы үлкен-үлкен размер болса әдемі болып көрінеді. Күрішті жуып, керекті приправаларымызды және де тұзымызды дайындап. Енді іші шұңқырлау табамызға картопты салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қыздар, таза пісірудің қажеті жоқ, аз ғана қуырсаңыздар болды. Немесе аз-аздан салып қуырсаңыздар, сіздердікі өте қытырлақ, әдемі болып шығады. Сәбізді де дәл солай қуырып алатын боламыз, сарғыш түске енгенше. Кейіннен майымызды құйып аламыз да, 2 ас қасықтай ғана май қалдырып, үстіне күрішті салып қуыратын боламыз. Күрішті пісірмейміз, тек қана қуырсақ болды. Үстіне кішкене тұз бен куркума салып жібересіздер. Куркума кішкене әдемі сарғыш түс беру үшін, тек аппақ болып қалмас үшін тамағымыз. Енді қазанымызға майды құйып, үстіне ет салатын боламыз. Етті кішкене көбірек қуырыңыздар, өйткені ет толық пісу керек. Етті мен тұздамадым, өйткені менікі тұздалған ет. Егер де свежий ет болса, міндетті түрде тұздап, өздеріңізге ұнайтын приправаларды қоссаңыздар болады. Ет жартылай дайын болған кезде осылай бөлек салып аламыз. Салып алғаннан кейін осылай тамағымызды енді оттан алып жинап шығарсақ болады. Бірінші пиязды, одан кейін қуырылған етті дәл осы видеода көрсетіліп тұрғандай етіп, бірінен кейін бірін салып отыратын боламыз, қыздар. Қыздар, менің арнама жазылып алыңыздар, өйткені өте керемет рецептер бар. Қазақша каналдың дамуына үлес қоссаңыздар, өте сіздерге де пайдалы керемет рецептер күнделікті шығарып тұратын боламын, қыздар. Міндетті түрде каналымда сіздерді күтетін боламын. Енді күріштің бетінен сәл ғана асып тұратындай етіп қайнаған су құйып, жай отта күріш піскенше пісіріп алатын боламыз, қыздар. Осылай өте әдемі болады. Жан-жағына өзіңізге қалаған салатты салып, айран құйсаңыздар, керемет дәмді болады, қыздар. Қыздар, міндетті түрде видеоға лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпайық.